Сәлеметсіздер ме? 8-ші сынып Алматы баспа кітап. Төртке бірінші тақырып, 4-ші бөлім, 3-ші тоқсан информатика сабағы фо циклі. Циклдік алгоритм бірнеше рет қайталанып отыратын белгілі бір іс-әрекеттерді сипаттайтын алгоритмдер тобы. Программалаудағы цикл түрлері for және while. For арифметикалық цикл, орындалу саны белгілі цикл. While орындалу саны белгісіз, қадамдық итерация циклы. Жазылу for in range, оператор немесе өрнек. Бұл жерде range k, n, x деп беріледі. Мысалы, k тең 1-ге, n-іміз 11-ге тең және x-іміз 2 болса, онда for in range 1, 11, 2. Ай шамасының мәні 1-ден 10 аралығында 2 қадаммен өзгереді деген мағынаны береді. Бұл жерде сіздерге уақыттың тығыздығына байланысты дайындап қойдым. Дайын етіп алып отырмын. Point range 6 делген. Бұл жерде қандай нәтиже шығатынын байқаңыздар. Мінекей бұл жерде 0-ден басталады, 0-ден 5-ке дейін тапсырма орындалды. Келесі. Түсіндірмелі жақшаны қойып қояйын. Бұл жерде for in range оқулықта берілген 79-ші бетте for операторына range функциясының қолдану түрлерін көрсетіп жатырмын. Run. For in range 6.11 бұл жерде Run. Бұл жерде 6-тан 10-ға дейінгі сандар тізбегі шығып отыр. Келесі. Бұл жерде қандай мағына беретінін қазір айтып өтейін сіздерге. Run. 1-ден 9-ға дейінгі, яғни тақ сандарды шығарып отыр. Егер сіздер мына жерге 0-ді қоятын болсаңыздар, онда жұп сандарды шығарып береді. Мінекей, жұп сандар. Мына жерде тақ сандар шығарып берді, мына жерде жұп сандарды шығарып отыр. Келесі есебіміз 1-ден 100-ге дейінгі сандардың қосындысын табу. Бұл жерде де оқулықта мысал берілген, көрсетілген. Run орындап көрсетейін сіздерге. Бұл жерде 5050 шықты. Жауап, яғни 1-ден 100-ге дейінгі сандардың қосындысы. Бұл жерде кер ретпен орындалған. Run. Яғни 10-нан 1-ге дейін кер ретпен орындалып отыр. For in range 10-нан 0-ге дейін орындау, -1-ді қойсаңыздар, жаңа 2 қадаммен орындау еді, бұл
-1 соңынан алдына қарай орындау. Кешіресіздер. Келесіге көшейін. 82-ші беттегі бірінші тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде 82-ші беттегі бірінші тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде жауабын көрсетейін сіздерге. Бұл жерде К-ны және N-ді енгіз деп тұр бізге. 82-ші беттегі бірінші тапсырмаға қарайтын болсақ, яғни бұл жерде тақ сандарды шығарған 23 және 35 санын береміз. Enter. Яғни 24, 26, 28, 32, 34 жұп сандар шығарып отыр. Яғни К мен N-ның арасындағы сандар шығарып отыр. Мына жерде түсіндірмені жақша қойып түсіндіріп отырмын. Келесі тапсырмамыз екінші тапсырма. Екінші тапсырманы қазір орындап көрсетейін сіздерге. Ран болдым. Ал бұл жерде, яғни бұл жерде екінші тапсырмада 10-нан 99 санына дейінгі екі таңбалы сандар арасында екі цифрда бірдей сандарды экранға шығаратын программа құру. Екі таңбалы сан 10-нан басталады. Яғни 10-нан 99-ға дейін. Қателесіп кетіппін. 34. Яғни 11, 22, 33 шығып отыр. Ран. Бұл жерге мүмкін сіздер 55-ті беретін шығарсыздар. Өйткені бұл жерде 11-ден 55-ке дейінгі сандар беріліп отыр. Мына жерде түсіндіріп өтейін сіздерге. А тең И, мынау екі сызық бізде div дегенді білдіреді, яғни бүтінін алу. Бұл жерде процент белгісі, яғни пайыз белгісі, бұл жерде қалдығын табу деген мағынаны білдіреді. Яғни біз A-ны 10 деп алып отырмыз. B-ны жаңағы N 55 санын бердік. Сол кезде мына жерге 55-ке дейін орындау болып тұр бұл жерде. Егер A мен B тең болса, онда print баспаға беру. Келесі тапсырмамызды түсіндіріп берейін. Бұл жерде оқулықтан 3-ші тапсырма. 8-ші сынып оқушыларының арасында баскетбол үйірмесіне қатысатындарға бойының ұзындығы бойынша іріктеу жүріп жатыр. Іріктеуге барлығы N оқушы қатысқан, яғни 130-дан кішкентай оқушы бойы, 130-дан үлкен, 200-ден кішкентай. Оқушы қатысқан әрі бойларының ұзындығы К сантиметрден биіктері ғана қабылданған. Үйірмеге барлығы неше оқушы қабылданған. Ең ұзын оқушы нешінші орында тұр? Мысалда берілген оқушылардың бойы тігінен енгізіледі. Ран, батырмасын бас. Көрсетіп берейін сіздерге. Түсіндірмені ақша қойыппын. Ран батырмасын бастық бізде. Қазір кітаптағыдай мысал үшін 5 санын берейік біз N-нің орнына. Және бойының ұзындығы 170 дейміз. Мысал үшін 125, 170, 180, 190 және 169 деп берсек. 3 оқушының бойы ұзын екен 170-тен, және ең бойы ұзын оқушы 190 екен. Мінекей 4-ші болып тұр. Бізде
170, 190, 180 үш оқушының көрсетіп тұр. Ең бойы ұзыны 190 деп төртінші тұрған оқушының көрсетіп тұр. Келесі көріскенше, қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Сабағым ұнаса, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.